жәннатты сатып алды. Бір күні өте кедей бір кісі Мұса алейхиссаламға: «Я Мұса, жылдар бойы ғибадат етудемін, бірақ кедейліктен өлуге айналдым. Аллаху тағалаға дұға ет, маған көп мал мүлік берсін, жағдайымды түзеп алайын» дейді. Мұса алейхиссалам Тұр тауына барып Аллаху тағалаға дұға етеді. Аллаху тағала: «Ол құлымнан сұра, байлықты дүниеде берейін бе, ақиретте ме?» дейді. Мұса алейхиссалам кедейге келіп сұрайды. Кедей: «Мен байлықты дүниеде қалаймын» деп жауап береді. Мұса алейхиссалам: «3 күндік дүниені не қыласың? Бір күні барлығын тастап кетесің ғой. Сен байлықты одан да ақиретте сұра, ол жақ мәңгілік» деп кеңес береді. Кедей: «Таңдау маған берілді, мен дүниеде қалаймын» дейді. Мұса алейхиссалам кедейге: «Өзің білесің» деп Тур тауына барып Аллахқа: «Я Раббым, өзің білетініңдей, ол құлың байлықты дүниеде қалады. Аллаху тағала қалауы осы болса, байлықты дүниеде бердім» дейді. Кедей аз уақыттың ішінде өте бай болады. Ақшасы сансыз көп болады. Ақшаларын үнемі жақсы нәрселерге жұмсайды. Ақшасын таратқан сайын арта береді. Қаншалықты көп берсе, соншалықты көп ақшасы болады. Қай жерде кедей адам болса, соған барып көмектеседі. Қай жерде қарызға батқан адам болса, барып оның қарыздарын төлейді. Жетімдерге қамқорлық жасайды, оларды қуантады. Үйі болмағандарға үй әперіп, үйленгендерге көмектеседі. Өзіне еш нәрсе жаратпайды, бар мүлкін өзгелерге таратады. Уақыты келіп, бір күні ол адам қайтыс болады. Мұса алейхиссалам түсінде оны жәннатта зәулім сарайлардың ішінде көреді. Қызығып, мұның хикметін сұрайды. «Я Раббым, бұл құлың байлықты дүниеде қалады. Сен бердің, ақиретте зәулім үйлерге қалай ие болды?» Аллаху тағала былай дейді: «Я, ол байлықты дүниеде қалады. Мен бердім. Бұл сарайларды ол сол байлығымен сатып алдым. Менің берген барлық ақшамды ол осы жерге жұмсады. Ол дүниеде зәулім сарайлар сатып алған жоқ. Дүниеде мал-мүлік иесі болмады. Оған берген барлық мүмкіншіліктерді менің разылығым үшін, менің құлдарыма, менің сүйгендеріме таратты. Осылайша жәннат пен зәулім сарайларға қол жеткізді». Видео ұнаса, лайк басып, арнама тіркеліп, қоңыраушаны баста кетіңіз. Келесі видеода кездескенше, ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух.